бағамыз болған жоқ. Жаңа айтып жатыр ғой, райком барында скальпельмен жүретін, мен деп сол скальпельді всегда маған дайындап жүретін. И ең бірінші алған қалаумен әрине. Екінші, хотя ата-анам врач, врач болғанмен де бағасы жаңағыдай болып алып жатқан кезде ешқалай көмектесе алмайтын. Енді түсініп жатырмыз да, балалы болған кезде, ал ол кезде онша қатты түсінбейтінбіз. Жеме дегенді жер деген сияқты. Енді қандай лекарство ішіп едік, қай жақтан алғызып ішіп едік, Германия, Қытай барлығынан анализдарды да жіберіп. И оказывается, организмді просто очистка жасау керек болған екен. Жаңа көріп тұрғандарыңыздай Vital Pack деген программаны ішкен болатынмын. Bir ay 15 күн, өзі бір айға арналған жаңағы программа. Bir ay іштім, кеткен жоқ. Уже сомнение ұстап бастадым. И одан кейін 2 аптадан кейін, Vital'ды біткеннен кейін 2 аптадан кейін, получается, азында тұрам, өзімен өзі андай. Даже не представляете, адам Алланың берген нығметінің қадірін түсінбейді дейді ғой. Мысалы, азында тұрып, өзіңнің бетің, өзіңнің ернің, еш жердің іспеген дегенше прямо күшті нәрсе, потому что мен банк саласында жұмыс жасадым да, и барасың бір күн мына ерін ісіп кетеді, бір күн көзің ісіп кетеді, уже начальниктар бар, қайтып не істеушісің деп қайтарып жібереді деген. И таңертең тұрамын, ештеңе қышымайды, и ешқандай бетің ісіп тұрған жоқ. Ешкімге айтпайсың, жаңа айтып жатыр, елдер айтпайды деп ше.